Сәлем достар, баршаңызға арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге малиналы вареньені қайнатпай қалай қысқа сақтайтынын бірге дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Арнама жазылмаған болсаңыз жазылып, жанындағы қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сол уақытта келесі салған видеом сіздерге бірінші болып көрінетін болады. Ал ендеше кеттік. Ең алдымен осылай малинамызды аламыз. Малиналарыңыз міндетті түрде құрғақ болғаны жақсы. Жақсылап 2 рет жуып алдым, жақсылап. Және үстінен қантымызды салатын боламыз. Осылай жақсылап езіп аламыз енді қантымыз ерігенше. Мен 2,5 килограмм малинаға 1,5 килограмм қант қостым. 1 келкі болғанша жақсылап осылай араластырып аламыз. Міне түбінде қанты қалып қалмау керек. Жақсылап қозғап, дайын болған массамызды жарты сағатқа бетін жауып қалдырып қоямыз. Арада жарты сағат уақыт өткенде араластырамыз тағы да. Өте керемет болып тұр. Міне осыменен вареньеміз дайын болды. Осылай одноразовый посудаларды алып, осы ыдыстарымызды қатты толтырмай құйып шығатын боламыз барлығын. Вареньелеріңіз қыстың күні алып жесеңіздер, дәл осы балғын түрін сақтайды, өте дәмді және адам денсаулығына өте пайдалы. Әсіресе суықтаған кезде шаймен қосып ішсеңіздер, өте пайдалы вареньелердің бірі. Міне барлығын құйып алдық. Ыдыстарымызға енді қақпақтарын жақсылап жауып, ауа кірмейтіндей етіп бекітіп аламыз барлық жерінен. Дайын болған вареньелерімізді мұздатқышта, яғни морозильникте сақтайтын боламыз. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздер міндетті түрде жасап көріңіздер дәл осы әдіспенен. Өте керемет сақталады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.